жоспарланған. Бұл боксшылар үшін 6 раунд үйреншікті дүние. Негізінен бұдан да ұзақ жекпе-жектерде өнер көрсеткен боксшылар, әсіресе Даукенов. 10 раундтық, 8 раундтық форматтарда өнер көрсеткен үнді боксшысы бірден алға ұмтылды. Құлаштай ұрғанына қарағанда бұл жігіт мерзімнен бұрын аяқтағысы келетін сияқты жекпе-жекті. Ниеті сондай алғашқы секундтардан. Жекпе-жекті ұзаққа созбайын деген екен. Тамаша. Қорғанып шығалды еш қиындықсыз. Көріп тұр Даукенов. Жалпы рингтегі кеңістікті бірден қолға алды десек болады. Қадағалап отыр қазір. Тізгін толықтай Даукеновтың қолында. Бірақ әзірше білек сыбана іске кіріспеген сияқты болып көрінеді қазақстандық боксшы. Әзірше қарсыласты біраз зерттеп көрейін деген екен. Қорғаныстан тиген соққылар, бірақ блоктың өзіне тиген соққының қаншалықты ауыр екен біз мына жақтан да түсініп отырмыз. Тағы да құлаштай ұрды. Ашық ұрыс үнді боксшының көздегені. Бұндай шабуылдармен Даукеновті де ашық ұрысқа шақырып отыр. Тамаша. Әзірше қорғанысы жақсы. Сатнам Синхтың оп-оңай қорғаны алды. Қалай дегенмен ортаға шықтықты Даукенов те қабылдап отырғанда, ашық соққа алмасуға кірісті. Тамаша, алма кезек міне. Блоктың жағына тығылып бір-бірінің қорғансын бұзып өтпекші. Енді бұл жерде соққының салмағы да маңызды рөл ойнайды. Бұлай алма кезек соққы алмасқан кезде өте маңызды дүние. Алғашқы клинч. Соңғы секундтар. Раунд Дәулет Даукеновтың еншісінде кетеді әрине. Бұған ешқандай күмән келтірмейміз. Гонгтан кейін соққы, шабуылға тым беріліп кеткен Сатнам Синх. Ал қазір бапкерлер тыңдап көрейік. Ең алдымен Даукеновтың бұрышында бапкерлер қандай нұсқама береді, сол қызық. Друзья, на сегодняшний вечер нас поддержали Балуаншева, компания Бука, компания Индиго, Кетрой, Казахстанская федерация профессионального бокса на PPF Премиум, магазин Окспорт, Бакер Казахстан, Каспорт, информатор ММО, НКАС. Шестой поединок сегодняшнего вечера. Сатнам Синг против Даулета Даукенова. 6 раундов по 3 минуты. Очень опытный Сатнам Синг. Этот индийский файтер провел 16 поединков, 13 побед, 3 поражения и 6 нокаутов. И 17 боев в профи имеет Даулет Даукенов, 15 побед, 2 поражения. Причем из 15 побед также 6 побед нокаутом у Даулета Даукенова. Уроженец города Астана. Даулет Даукенов имеет ни много ни мало несколько региональных титулов, континентальных титулов чемпиона. То же самое нельзя сказать, конечно, про Сатнама Сингха. Продолжает атаковать. В клинче в глухой защите отрабатывает Даулет Даукенов. И очень жесткий удар справа пропускает Синг. Ой-ой-ой-ой, кажется, дело пахнет нокдауном. По корпусу вкладывается в удары Даулет. Сатнам Синг очень много ударов принимает на себя и
Тем не менее, поединок продолжается дальше. Не отвечает никак. Синг, кажется, в этом раунде будет оформить нокдаун именно ударом по печени. В голову переводит и... Ну, нельзя так сказать, у канатов и пропускать, получать удары. Сатнам должен что-то делать, если... Дебютный поединок Сатнам провел в 2018 году. И надо сказать, что большую часть всех своих поединков он провел именно в Индии. Даже дрался за вакантный пояс чемпиона по версии IBF в Австралии, между прочим. Но в 7-м раунде проиграл техническим нокаутом. Да, кажется, это не нокдаун, это нокаут. Будет ли продолжать дальше? Сатнам Синг, я на самом деле сомневаюсь. Да, это нокаут, не будет продолжать. Да, Сатнам Синг терпит поражение. Давлет Далкенов одерживает очередную победу, досрочную победу во 2-м раунде. Отличное выступление Давлет Далкенова. Осылайша жекпе-жек екінші раундта аяқталды. Құрмет көрмен, кезекті айқас мерзімнен бұрын аяқталған Давлет Далкеновтың бұл кәсіби мансабындағы 16-шы жеңісі және қазір таңда қатарынан 8-ші жеңіс. Және бұл боксшыны таныстырған кезде айтып үлгермегеніміз бұл бірнеше аймақтық титулдардың егері. Соңғы жекпе-жегінде де World Boxing League тұжырымы бойынша әлем чемпионы атаққа ие болған. Енді боксшы үшін бұл осымен 3-ші жеңіліс, 4-ші жеңіліске шығады. 33 seconds and round 2. Your winner by KO. Нокаутом победу одержал Давлет Далкенов. Давлет Далкенов жеңісті жолын жалғастырды. Бұл жекпе-жек 63 келі салмақ дәрежесінде өткен естеріңізге сала отырайық. Давлет Далкенов пен Сатнам Синг арасындағы жекпе-жектің ең қызық сәттерін назарларыңызда. Ал біз енді кезекті Раттакорн Тасса Ворн мен Таиланд елінің өкілі